Мұғалім өз сыныбындағы кішкентай қыздың шашы күн сайын түсіп жатқанын байқайды. Ол сабақта әрдайым өте зейінді болып, сұрақтарға белсене жауап беретін. Күн сайын мектептен қайтарда ол мұғалімі Коэн мырзамен қоштасады. Мұғалім қыздан шашының неге сиреп бара жатқанын сұрағанда, ол еш уайымсыз. Бұл химия терапияның кішкене ғана әсер екенін түсіндіріп, мектеп автобусына қарай жүгіре жөнелді. Оның сөзінен кейін Коэн мырза ұзақ уақыт ойланып тұрып қалады. Мұны байқаған қыздың анасы жағдайды түсіндіру үшін жанына жақындады. Бірақ мұғалім қыздың сөзінен ақ шындықты ұғып үлгерген еді. Ол ауыр дертке шалдыққан. Анасы қызының басқа балалардан ерекшеленгенін қаламағандықтан бұл сырын ешкімге айтқысы келмеген еді. Коэн мырза да оны жақсы түсініп, бұл сырды құпия ұстайтынын жеткізді. Содан соң көз жасын әрең тыйып жымиған күйі қызбен қоштасады. Осыдан кейін ол оқушысына бұрынғыдан да ерекше ықыласпен жылулық таныта бастады. Шынайы қолдауы мен қамқорлығы қыздың тағдырын өзгерте алмаса да, кішкентай оқушысы мен оның отбасына үлкен демеу болады. Өте әдепті де сүйкімді қыздың жүзінен ешқашан күлкі кетпейтін. Ол мұғаліміне жалғыз уайымы, анасының бөлмеде жасырын жылап жүргенін жиі көретін екенін айтты. Баланың бойындағы мұндай ересектік пен түсіністік Коэн мырзаның жүрегін елжіретеді. Бірақ мұғалімнің де қолынан келмейтін ауыр да қайғылы сәттер болады. Оның қолынан келетін жалғыз нәрсе тыңдау, түсіну, қолдау көрсету және қызға мүмкіндігінше қуаныш пен жұбаныш сыйлау. Бір күні қыз кенеттен мектепке келмей қалады. Бұл ащы шындықпен бетпе-бет келген Коэн мырза бүкіл сыныппен қызға сыйлықтар дайындап, өз қамқорлықтарын білдіруге асықты. Алайда бірнеше аптадан соң қайғылы хабар жетеді. Кішкентай қызды соңғы сапарға шығарып салу кезінде бәрі шіркеуге кірді. Тек Коэн мырза ғана сыртта күтіп тұрады. Өйткені оның Туретта синдромы бар еді. Қатты толқыған сәттерде еркінен тыс түрлі дыбыстар шығарып қоятын. Сондықтан мұндай үнсіз әрі қайғылы сәтте ешкімге кедергі жасағысы келмеді. Бірақ қыздың анасы Коэн мырзадан ішке кіріп, қызмен қоштасуын өтініп сұрайды. Өйткені ол қызының ең сүйікті мұғалімі болатын. Коэн алғашында бас тартқысы келгенімен, әйел оны қолынан ұстап шіркеуге ертіп кіреді. Мұғалімнің көзі жасқа толып, еріксіз шыққан дыбыстарын тежей алмады. Бірақ мұндай сәтте оны ешкім айттаған жоқ. Бәрі де оның қыздың соңғы күндерін өз мейірімімен нұрландырған асыл мұғалім екенін жақсы білетін. Фильмнің атауы «Перед классом».